Қазақ тілі тақырыбы «Мен сурет саламын». На сегодняшнем занятии продолжаем знакомство с цветами. Тыңда, қайтала, послушай, повтори. Красный – қызыл, зеленый – жасыл, синий – көк, желтый – сары, белый – ақ, черный – қара, коричневый – қоңыр. Второе задание для закрепления. Чтобы запомнить, как называются цвета на казахском языке, раскрасьте карандаши в соответствующий цвет. Қайтала, боя. Повтори, раскрась. Қызыл, сары, жасыл, ақ, қара, көк, қоңыр. Қайтала. Знание цветов нам нужно для рисования. Посмотрите на задание номер 3. Тыңда, қайтала, послушай, повтори. Мальчик рисует. Мен сурет саламын. Повтори. Мен сурет саламын. Девочка раскрашивает. Мен бояймын. Повтори. Мен бояймын. Сұраққа жауап бер, боя. Ответь на вопрос, раскрась. Саған қандай карандаш керек? Какой карандаш тебе нужен? Раскрась дерево, называя цвета. Алма – қызыл, жапырақ – жасыл, бұтақ – қоңыр. Боя. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.